Алаш тұлғаларын еске алуға арналған эстафетаны алаштанушы, әдебиет тарихшы Заңғар Кәрімханнан құрметпен қабыл алып, сіздердің назарларыңызға есім сойы ұмытылған, тарихтың тасасында қалған, әлі күнге дейін отандық тарих ғылымында, алаштануда және өлкетануда өзінің лайықты бағасын алмаған, шаң басқан архивте есімі де, әдеби ғылыми мұрасы да қалып қойған, артында іздеушісі, не насихаттаушысы, ұрпағы жоқ, насихаты кемшін Мұстақым Матағұлы Малдыбай туралы айтқымыз келеді. Мұстақым Малдыбайұлы деген есім сойымен танылған 20 ғасырдың бас кезіндегі қазақтың атақты оқымыстысы, ағартушы, педагог, ақын, жазушы, публицист. Мұстақым 1880 жылы қазіргі Қарағанды облысына қарасты Қарқаралы ауданы Егіндібұлақ Едрей болысында туған, шыққан тегі Арғынның Қаракесек руына тарайтын Айбике Шаншардан шыққан, атақты бабалары Қазбек, Келдібек сияқты Бекболаттардай сөз қонған, сүйегіне сөз сіңген қасиетті әулеттен шыққан Мұстақым да өнер әлемінде, әдебиет әлемінде құралақан болмаған, заманында Айқап, Қазақ, Қазақстан, Сарыарқа газет журналдарына өлеңдерін, публицистикалық отты жалынды мақалаларын жазып тұрған алаштың белгілі тұлғасы болған. 1889-1908 жылдары Зия Қамали ұйымдастырған Уфа қаласындағы Ғалия мектеп медресесінде оқыған, ерекше аттестатпен бітірген. 1909-1912 жылдары Жетісу даласындағы Қарағаш қаласындағы Мамания мектеп медресесінде мұғалім әрі мектеп директоры қызметін атқарған. 1912 жылы қазақша ең жаңа әліппе, қазақша оқу кітабы, иман, ислам яки мұсылмандық деген кітаптар жазған, алаштың үлкен ұстазы болған. Семей қаласындағы мұғалімдер семинариясында сабақ беріп, Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев сияқты алаштың тұлғаларына ұстаздық еткен болатұғын. Бұл кісі Семейдегі қазақ жастар ұйымының белсенді мүшесі болған. 1914 жылы Абай атамызға арналған алғашқы кешті ұйымдастырған және Семейдегі әдеби, қоғамдық, мәдени өмірге белсене араласқан. Семейдің земство комитетінде, алаш комитетінде тұрақты мүшесі әрі ағзасы болған, алаштың атты әскерін құрысқан. Сонымен қатар жаңа экономикалық саясат кезінде кооперативті, бизнесті, кәсіпкерлік саланы дамытуға өз үлесін қосқан, туған жері Қарқаралы, Қу, Едрей болыстарынан май, сүт зауыттарын ашқан. 1927 жылы сталиндік репрессия басталған тұста қанды қасаптың алғашқы толқынына ілініп қайтыс болған, алаштың шахид кеткен тұлғасы. Бұл кісінің жары Ғазиза Зайнуллақызы да алашқа қызмет еткен, алаштың оқу ағарту саласына үлкен үлес қосқан педагогты. Бұлардың әулетінде Әлихан деген ұл болған, алаш көсемінің есіміне қойылған. Сонымен қатар бұл кісінің Сүйінбеке деген қызы болған. Осындай үлкен әулетке айналған Мұстақым 1927 жылдың желтоқсанында 47 жасында опат болған. Мұстақымның артында қалған сөзі, әдеби, мәдени, ғылыми мұрасы шаң басқан архивте ұзақ уақыт жатып, ғылыми айналымнан қалыс қалған. Біз биыл Мұстақым Малдыбайұлының 140 жылдық мерейтойы қарсаңында тарихи тұлғаның есім сойын жаңғыртып, оның тұңғыш рет оқырман назарына алғашқы шығармалар жинағын ұсынып айналымға енгізсек деген ойымыз бар. Және алаш ұстазы деген өзіміздің жеке авторлық монографиялық еңбегімізді оқырманға тарту етіп келе отырмыз. Мұстақымның есім сойы туған халқымен жасай берсін, шыққан тұғыры биік болсын деп, осы эстафетаны ары қарай жалғастыру үшін жас зерттеуші Ерден Нұрахметке тізгінді жолдаймын.